Міндетті түрде дұға деген нәрсе бір нәрсе сұрау кезінде айтылатын нәрсе емес. Дұға дегенің құр Раббыңды шақыру. Мысалы, сәбилі болдым дегендей нәрсе. Сәбилі болдым, хабарды естіген бетте Раббым, сенің сыйың ғой. Мен ештеңе сұрап отқан жоқпын Алладан. Мен қуанышыммен онымен бөліскім келеді. Өйткені одан келді ғой бұл нәрсе. Ол айтты ғой, менің рұқсатымсыз жапырақ та түспейді деп. Көрдіңіз ба? Кетіп бара жатып жолда сүрініп кетсем де шақырамын оны. Раббым, мен түсіндім не үшін сүрінгенімді. Мені кешіре көр. Осы мәселе сізге әрдайым тыныштық бере алатын нәрсе. Бұдан басқа нәрсе тыныштық бере алмайды. Өмірдің бәрі психологтарға барумен өтіп жатқан сол адамдарда. Тыныштық жоқ, маза кеткен. Алла ғана мазаны бере алады. Өзі Құранда солай уәде еткен. Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб. Жолды ашатын да жабатын да Алланың өзі. Ва иямсаска Аллаху бидуррин фала кашифа лаху иллаху. Қағида оңай. Аршының Раббысы істі қалай басқарады? Егер ол саған бір зиян тигізсе, енді оны сенен кетіруші жоқ дейді. Не деген сөз бұл Раббым? Шақыр мені дейді. Болды, шешеміз деп отыр. Бір шақырғаннан шешіліп кете ме? Ол Алланың даналығына сай. Тексереміз сені. Шыдайсың ба менімен, шыдамайсың ба? Сен менің көңілімді іздейсің ба, әлде мен сенің көңіліңді іздеймін ба деп тұр ғой Алла Тағала. Сен менен сұраған кезіңде. Сен төмендейсің ба? Сол секілді құлдың осы байланысы шақыру деген мағына. Сондықтан осы шақыру менде әрдайым тұрса, кез келген құбылыста, мысалы, біреуге ауыр сөз сөйлеп қалса да, мен Раббымды шақырамын ішімде. Раббым, міне бұл кісі арқылы не қаладың маған? Бұл өте маңызды нәрсе иманда. Алламен жаңағы сыйыну деген сөз ғой қазақтағы. Дұға деген сыйыну. Мен оған сыйынбай өмір сүре алмаймын. Сыйынбай жүре алмаймын. Намаз жетпейді. Әрбір қадамда мені сыйындыратын Алла Тағала жағдайлар жасайды. Мысалы, мен қазір Аллаға сыйынып тұрсам, Раббым деп, Раббымды шақырып сөйлесіп тұрған адам болсам, Раббым деп, сөйтіп мына жақта біреу келіп маған бір көмек бере аласыз ба маған десе, мен жаңағы күйдің күшімен, түсіндіңіз ба? Әрине деймін ғой. Ол сіз бен біз үшін өте маңызды нәрсе. Әрдайым жаңағы әрбір істі өзінің орнында орындай алуым үшін мен. Тіпті үйіңде де мен Алламен сөйлесіп отырсам, ана жерде балам келіп, әке бір көмегіңіз келіп тұр, да бір сабақты түсінбей жатырмын десе, мен оған келе ғой деймін. Егер ана күй болмаса, менің күйім жаңағы телефонға сыйынып жатсам мен. Телефондағыларды отырмын ғой сол жерде қарап. Балама бара тұршы, сосын деймін. Балам да қымбат емес қой маған, қара. Иманы бар отбасында шайтан осылай басқарғысы келеді. Ал Алла сізді басқарғысы келеді, қимайды ол нәрсеге. Соқтан сыйыну, дұға деген нәрсеге қатты көңіл бөліңіз. Егер осы сыйыну сізде әрдайым болса, Алла Тағала сол үшін кейбір жерлерде Алладан басқаны Құдай тұтпаңдар деген сөз айтылса, өте көп жерінде оны былай түсіндіреді. Ла таду мағаллахи ахада. Яғни, Алладан өзгеге сыйынба, Алладан өзгені шақырма десе, бір жерінде айтады. Өте тазалау үшін, мұқият таза болу үшін айтады. Алламен бірге де шақырма басқаны. Алламен бірге қатар. Неге? Ұят емес пе Раббыңнан? Авторыңнан, аршының Раббысынан ұят емес пе басқа бірдеңкені шақырып жатсаң? Соқтан мына сахабалар осы рухани тәрбиенің ар жағына жоғары қарай өткен кезде пайғамбарымыз оларға тіпті сондай бір нәрсе айтқан. Адамдардан да еш нәрсе сұрамаңдар деп. Мысалы, біреуден бірдеңке сұрауың, бір адамнан көмек сұрауың не емес қой енді. Оған жатпайды ғой, құлшылыққа жатпайды ғой. Сол тіпті қамшысы жерге түсіп кеткен кезде аттың үстінде, қараңыз. Сол қамшымды әперші деп адамдардың алдында сұрамаған. Өзі тереу түсіп барып алған сахабалар. Ойлаңыз. Неге? Жаңағы нәрсе өте өмірінің күллі саласын араласып кеткен ғой. Өйткені Раббың сіздің мұқтажсыз, дұрыс па? Сіз тек оған мұқтажсыз. Сіз тіпті адамдарға қана қаламда бере саласың ба деп айтпайсыз. Осы дәрежеге жету керексіз өлім сәті келгенге дейін. Өмір сол үшін берілген сізге. Шама келгенше тазаруда. Бұл тек қана күнәдан тазару емес. Жаңағындай қылықтардың өзінің бәрін ретке келтіріп үлгеру керекпіз біз. Әйтпесе, неге көбінесе адамдар
ренжіп жатады мысалы. Өйткені адамдар адамдардан іздеген. Көрдіңіз бе? Адамдардан іздейсің, сосын адамдар сізге ештеңе бермеген кезде жамандайсың бәрін. Неге? Ол жамандаудың сыры не? Сен мұқтажсың адамдарға. Болды. Басқа сөз айтпай-ақ қой ол жерде. Сен тәуелдісің. Сен сондықтан ренжіп жүрсің оларға. Сенің күнің соларға қараған, аршының Раббысына емес. Сен олардан сұрағандай, аршының Раббысынан ешқашан сұрап көрмегенсің. Олардың артынан жүгіргендей, олардың есіктерінің алдын тоздырғандай, Раббыңның алдында сен үйтіп дұға жасап шақырмағансың Алланы. Сондықтан дұға деген нәрсе тек қана жаңағы құлшылық мағынасында емес. Алланы кез келген нәрседе Раббыңды шақырып бөліс Алла Тағаламен. Қуанышта да, қайғыда да ең бірінші Алла. Ғибадаттың мәні осы өзегі. Соқтан мен әрдайым оны шақырып, сыйынып жүрген адам болғаннан кейін, мен намазда тұрған кезімде шайтанның да маған ойымды бұзуға әкелетін нәрсесі аз болады. Өйткені мен Алламен шұғылданып жүрген адаммын. Ал қаншалықты мен жаңағындай нәрселермен шұғылданып жүрсем, анау берем деп еді, бермеді, анау келем деп еді, келмеді, ана жаққа сөйту керек еді, ана дәрігер бүйту керек еді деген нәрсе толған. Мен намазға кірген кезде жаңағының біреуінен соң біреуін шайтан кіргізіп отырады намазға маған. Сонымен мен Фатиханы оқыған кезімде өзім білмеймін, қаншама оқиғаны есіме алып тастағанымды. Өйткені Алла мені сол ойлардың бәрінен босатқысы келеді. Сол үшін маған сыйын, маған шақыр, маған ғибадат қыл деп айтып жатыр.